Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге криптоманьяк және де біз бүгін жақында шығатын NFT ойынға кішігірім обзор жасайтын боламыз. Ол ойыннан қанша ақша табуға болады және де X-тар бере ма, бермей ма, барлығын осы видеода көретін боламыз. Және де менің ойымша өте жақсы ойын және де жақсы X-тар беруі мүмкін. Сол үшін видеоны соңына дейін көреміз. Әлі каналға тіркелмесеңіз, каналға тіркеліңіз, лайкын басыңыз, комментарий жазыңыз және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, ең бірінші бұл ойын Zuki Moba деп аталады. Дәл қазір өзінің токен шығып қойған. Бұл Zuki Moba'да 3 токен шығады және де главный токені қазір Zuki Moba деп аталады. Дәл қазіргі ценасы 0.048 және де PancakeSwap'тан, PuCoin'нан сатып алуға болады. Сатуға да болады, сатып алуға да болады. Дәл қазіргі контрактты токен контракт ең үстінде тұрады. MetaMask'қа алып қоя аласыздар. Дәл қазір мен просто токенді көрейік. Мені қарасаңыздар 0.047 цент тұрады екен. Дәл қазір өте қатты құлады. Шыққанына бір айдан аса уақыт болды. Мысалы қазір қараңыздар, ең бірінші токен шыққан кезде 0.3 центтен шыққан, одан кейін IDO-дан кейін көтерілген. IDO-да тегін таратулар болды, одан кейін көтерілді 0.008 центке, почти $1 дейін көтерілді. Одан кейін жай адамдар сата бастады. Сонымен осы жерлерден бастап уже примерно 2 аптадан аса уақыт болды. Дәл қазір осы 0.7 мен 0.5 аралығында сатылып жатыр. Дәл қазір минимальный ценасы деп ойлаймын. Дәл қазір токенді алуға жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Себебі қазір ол Zuki Moba деген ойын бета тесттен өтіп жатыр. Бета тесттен кейін ойын кәдімгідей шығады деп ойлаймын. Дәл қазір ойын, мысалы қарасаңыздар, жақын арада шыққан кезде біз оны App Store'дан iPhone'ға және де Google Play'ден Android'қа тартып аламыз. Өз өкінішке орай ПК-ға, яғни компьютерға шықпайды версиясы. Қазір мысалы міне ойын Titan Arena деген алдын мен ойнап жатқан ойынға келеді. Сол себепті де мен осы ойынға кіргім келді. Осындай ойындар маған ұнайды. Качествосы да қазіргі NFT ойындарға қарағанда жақсы деп ойлаймын. Менің ойымша бір 2-3x болса да беру керек, себебі токен ценасы өсу керек деп ойлаймын. 0.8-ге қайтып жетпеуі ол екіталай, бірақ дәл қазіргі тұрсынан 3-4x береді деп ойлаймын ойын шыққан кезде. Қазір мысалы көре салайық. Міне көргендеріңізде Titan Arena секілді персонаждар бұл жерде сатып аламыз. Zuki Moba'ның токеніне және де сол персонаждармен ойын ойнап ақша табатын боламыз. Бұл жерде Play to Earn қазір ешқандай информация жоқ, ақпарат жоқ. Мысалы тегін ойнауға бола ма, болмай ма әлі белгісіз, бірақ болу керек деп ойлаймын. Басында Titan Arena сияқты 2-3 персонаж болса да тегін беру керек деп ойлаймын. Примерно дәл осындай. Бұл жерде өзің соло ойнасаң болады, одан кейін командный ойын болады. Карталар тоже әртүрлі карталар болады, көрсеңіздер болады. Және де міне персонаждар. Одан кейін қараңыздар roadmap. Бұл жерде қай уақыттарда қандай өзгерістер болатынын жазылған. Мысалы 2021 жылдың 4 кварталында IDO болған, листинг, яғни распродажа токен болған. Одан кейін қараңыздар 2022-ның 1-2 кварталында деген официальный ойын шығады деп жазылған. Мысалы осы қыста немесе көктемде ойын міндетті түрде шығу керек. Дәл қазір бета-тест болып жатыр. YouTube'дан Zuki Moba деп жазсаңыздар, бета-тестте ойнап жатқан адамдар көресіздер. Мен бета-тестке кіре алмадым, білмеймін, 100 адам алды, 100 адам арасында мен кірмей қалдым. Бета-тесттен тоже өздері бонустар береді. Ойнап жатқан адамдарға міне көргендеріңізде ең бірінші токен бұл Zuki Moba, основной токені. Бұл токенге біз персонаждар сатып алсақ болады. И ZP деген ол ойынның ішінде қолданылатын токен. Тоже ойында осы токен жинап, кейін сатуға болады. Гем деген әлі информация жоқ, әлі шықпады, жақында шығады деген. Titan Gem мүмкін комиссияларға сондай нәрселерге қолданылуы мүмкін, бірақ 3 токен керек емес деп ойлаймын. 2 токен өзі нормальный еді. Және де қарасаңыздар қазір осы жерде free to earn жазылған, бірақ әлі белгісіз, просто осы жерге ғана жазылған, тегін ойнауға болады деп, бірақ әлі басқа информация жоқ. Мысалы қазір бұл жерде разработчиктар өздеріңіз көріп тұрсаңыздар болады, кімге ойын қызық көріп тұрсаңыздар болады. Осы адамдар және де өзінің твиттері,
Facebook барлығы, YouTube каналдары бәрі бар. Қазір мен көрсететін боламын. Бірінші партнерлары, бейкерлермен партнерлары, және де Hobbit, X21, Cyber Network мен танитындар. Одан кейін өте көп, бірақ көбісін білмеймін. Және де Audit Certic, және де TechRight Certic Audit, көп NFT ойындарға аудит болады. Негізінде өте жақсы. Ол Certic деген просто безопасностьқа жауап беретін компания деп айтуға болатын шығар. Және көргендеріңізде мына Telegram, Twitter барлығы бар. Мысалы Twitterіне кіретін болсақ, мен подписын, және де қарасаңыздар, әр күн сайын бұл жерге ақпарат шығып отырады. Ойын Binance Smart Chain желісінде жасалған, яғни біз MetaMask пен токендерін ала аламыз. Міне көргендеріңіздей, өздеріңіз орысшаға аударып оқып көрсеңіздер болады. Бұл жерде 163 мың подписчик бар, бірақ негізінде активность өте нашар. Былайша 163 мың подписчик негізінде жатса оның өтірік болу керек, боттар болуы мүмкін. Және де өзінің Telegram бірақ активный. Және де орысша жоқ, тек қана ағылшынша Telegram. Сол себепті де қазір мен кіріп көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Документтері, контракт ас барлығы бар. Және де міне қараңыздар. Одан кейін DApp деген жерге кіретін болсақ, бұл DAppта marketplace бар. Мысалы қазір мен DAppқа кіреміз. Міне дәл қазір геройлар уже сатылып жатыр. 940 Zuki Moba тұрады бір герой. Бұл түскені, мысалы қазір калькуляторға кірейік. Міне калькуляторға кіретін болсақ, бір персонаж 940 Zuki Mobaға сатып ала аламыз. Көбейтетін болсақ, Zuki Moba дәл қазіргі ценасы 0.48, $45 болады екен. Қазір қараңыздар. Мен MetaMask қосатын боламын қазір. Коннект етеміз. Міне менде MetaMask қосамыз. Міне мен MetaMask қостым. Міне қазір көретін болсақ. Міне дәл қазір менде 0044 BNB, Titan Coin, және де Titan Coin тоже TSC, және де Zuki Moba менде 998 штук бар екен. Почти $50 бар. Примерно плюс-минус сондай. Қазір Zuki Moba біраз түсіп қалды. Мен Zuki Moba'ны шыны керек біріншісіне 0.68-ден алдым. Екі рет алдым. Біріншісіне 0.68-ден, екіншісіне 0.55-ден алдым. Примерно жарт-жарттан алдым. Қазір мен былайша айтқанда минуста, бірақ геройларында ценалар түсті. Ол кезде бір герой $60-70 тұратын еді. Мысалы қараңыздар, герой алған кезде өздеріңіз қарасаңыздар болды. Marketplace міне геройлар тұр, тағы да басқа майда шүдалар. И менің NFT-ім деген жерде менде қазір ешқандай NFT жоқ, бірақ герой дәл қазір аламын деп шешкем. Бұл жерде фарминг, және де просто фарминг етсек болады. Мысалы Zuki Moba'ның токеніне BNB фарминг етсек болады, BUSD фарминг етсек болады, ZP Shop. Бұл жерде жақында ғана букстар сатылды. Букстардың барлығы сатылып бітті. Дәл қазір ешқандай букс сатылып жатқан жоқ, бірақ жақын арада ойын шығуына бір апта, екі апта қалған кезде тағы да букстар сатылатын болады. Міне қараңыздар, жоқ, әлі бітпеген екен, 93%, әлі жақында бітеді екен. Бұл жерде $100 букс алсақ болады. Букста бізде қазір маркетплейста герой арзан болғанымен, бұл жерде маркетплейста мысалы біз қазір $45 арзан геройлар аламыз. Ал бұл жерде типа геройлар 4 түрі болады. Мысалы нормальный, средний герой, одан кейін ординарный, рар, very rare деген ең мықты. Және де бұл буксты ашатын кезде 5% very rare түсу мүмкін, және де рар 10% түсу мүмкін, 70% әшейін средний герой түседі. Букстың жақсы жері мысалы рар түсетін болса, сізге рар деген 3 есе қымбат тұрады простой геройларға қарағанда. Букстың выгодный жағы да бар, невыгодный жағы да бар. Сол үшін просто мен маркетплейстан герой алатын боламын. Бұны біз ZP-ға алатын боламыз. Мысалы, ол кезде Zuki Moba'ға емес, ZP деген екінші токеніне ашсаңыздар болады. Қазір мен просто коннект етіп, осы геройды аламыз. Sakiko деген просто басында осы Sakiko'ны алғым келген, бірақ что-то ала алмаған едім. Ол кезде бұл жерде тұрған жоқ, бұл жерде басқа герой тұрды, Гонда тұрған тұғын, ең арзан герой болып. Сосын геройлар жақын арада ғана 1000 Zuki Moba'дан басталатын еді. Қазір что-то ценалар түсіп жатыр. Қазір қайт коннект етейік, мені коннект еттік. Байно міне дәл қазір бұл жерде жаны жазылған, және де скорость, атака, армор, защита,
міне қазір бірінші комиссиясын төлейміз, $0.16 екен. Дәл осылай байнау деп аласыздар. Менде дәл қазір что-то дұрыс болмай жатыр, ожиданияда әлі тұр, біраз уақыт күттім, әлі ожиданияда тұр, бірақ алып болғаннан кейін уже осы жерде My NFT деген жерге осы герой түседі, және де дәл қазір My NFT деген жерге түседі. Менде дәл қазір ештеңе жоқ, себебі что-то әлі ожиданияда тұр. Одан кейін ол геройларыңызды сіздер стейкингке, яғни фармингке жібере аласыздар. Ойын мысалы фармингке жіберіп қоя аласыздар, просто ойын шыққанша какой-то токендер фармить ете береді. Stake no деген басасыз, міне. И осы жерде таңдайсыздар. Проценттері барлығы жазылған 5-8, 12% деп, және де 16. Ол үшін просто міне осы жерде геройыңыз тұрады. И қанша процентпен фармить еткіңіз келеді, фармить деген басасыз. Ал енді қараңыздар, MetaMaskқа Zuki Moban токенін қалай қосасыздар? Ең бірінші просто осы контракттың адрес копировать етесіз, адрес контрактты копировать етесіздер. Осы жақтан да копировать етсеңіздер болады. Міне. Бескен айлақтыр жер атыр. Копировать етесіздер, одан кейін MetaMaskқа кіресіздер. MetaMask'тан қараңыздар, менде қазір 998 Zuki бар, менде Zuki қосылып тұр, import токен деген жерге басасыздар, и контракт адрес вставлять етесіздер. Токен уже добавлен деп шығады, менде ал сіздерде символ токені шығады, и число шығады. Одан кейін add create токен деген басасыздар, токен сіздерге автомат түрде қосылады. Ал одан кейін PancakeSwapқа барып сатып аласыздар, трейд істей аласыздар. Мысалы қазір менде BNB и астына Zuki қоясыздар, қанша Zuki мобаларыңыз келеді, осы жерден ала аласыздар. Что-то менде қазір Zuki мобам жоқ болып кетті. Міне Zuki моба шықты. Просто андыстан басамыз, импорт басамыз, міне Zuki моба шықты. Көргендеріңізде дәл осылай импортировать етіп Zuki мобаны алып ошаға аласыздар. Одан кейін қанша алғыларыңыз келеді, мысалы қанша BNB-ға қанша алғыларыңыз келеді, мысалы 0.04-ке 396 Zuki моба ала аласыздар. Өзінің кішігірім комиссиясы бар, дәл осылай алсаңыздар болады. Ойын примерно 2 ай ішінде шығып қалу керек, және де мен жақсы икстар күтемін. Сол үшін ойынға герой алып, ойнап, одан бөлек токендерін де аламын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.